Өткен аптаның жұма күнінде Интернационал көшесі 4 мекен жайындағы көп қабатты үйде төтенше жағдай тіркелді. Нөмірі 108 пәтерде газдың ауаға таралу себебінен жарылыс орын алды. Жедел құрылған штаб жұмысы нәтижесінде 4 пәтердің иесі жәбірленуші болып танылды. Осыған орай қала әкімдігінде шаһар жетекшісінің орынбасары Евгений Глотовтың қатысуымен брифинг өтті. Жиында белгілі болғандай тиісті көмек зардап шеккендерге міндетті түрде көрсетіледі. Акимат города возьмет на себя. Қала әкімдігі зақымданған пәтерлерді қалыпқа келтіру жұмыстарын өз мойнына алды. Баспаналардың қабырғалары тұрғызылады. Тиісті жұмыстар ақпанның 9-нан бері жүргізіліп келеді. Жаңа терезелер қойылды. 6-шы подъездің тұрғындары әзірге өз баспаналарына көше алмайды. Ал 7-ші подъездегі азаматтар өз қоныстарына қайта оралды. Қазіргі уақытта 2 бірдей подъезд газдан ажыратылды. Сондай-ақ зардап шеккен пәтер иелеріне әлеуметтік көмек көрсетілмекші. Ол 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болмақ. Тиісті қаражат қала бюджетінен бөлінеді. Айта кету керек, пәтерлерінен айырылған азаматтарға уақытша баспана да берілді. Олардың қатарында Наталья Лифанская. Төтенше жағдай орын алған кезде келіншек күйеуімен бұл уақытта үйде болған. Нам дали ключи в субботу. В субботу дали ключи, говорит, можете заселиться. Я, конечно, благодарна, что нам помогли, оказали эту помощь, что я нахожусь не на улице, где-то сижу на каких-то трубах, на какой-то лавочке. Я нахожусь в помещении. Айта кету керек, жарылыс тіркелген 108-ші пәтерді жалдап тұрған азамат пана еткен болатын. Иесі болса Қазақстан аумағында болмай шықты. Қазіргі уақытта оқиғаның анық-қанығын анықтау мақсатында тергеу амалдары жүргізіліп келеді.